Сәлем достар, сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге осындай цветная капустадан өте дәмді әрі пайдалы болып шығатын тағам дайындаймыз. Менімен бірге соңына дейін қарап, сіздер де бірге жасаңыздар. Ол үшін ең алдымен капустамызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сонан соң осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және де осы аралықта кастрөлге 2 литрдей су құйып, газға қойып қойыңыздар. Ол қайнап тұру керек. Енді дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жайлап қана осы капустамызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Үлкендерін 2-ге 3-ке бөлсеңіздер болады. Мінекей капусталарымызды осындай бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Енді қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық тұзды салып, оның үстіне жаңа капустамызды салып 10 минуттай қайнатып аламыз. Ұзақ уақытқа пісіріп жібермеңіздер, себебі бұл капуста өте тез дайындалады, езіліп кетуі де мүмкін. Сол шамамен 10 минуттай жетеді. Ал енді біз капустамызға кляр дайындаймыз. Яғни ол қоймалы жыл массасы. Ол үшін біз бөлектеу ыдысқа 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз және де паприка қосамыз. Паприка бізге әдемі түс береді. Енді кішкене қара бұрыш қосыңыздар. Сондай-ақ өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте 1 стакан осындай ұнды саламыз. Оның үстіне дәл сондай стакан сүтімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Рецепт бойынша менде 2 капустамен дайындадым. Егер сіздерде 1 капуста болып жатса, онда клярдың көлемін азайтыңыздар. Яғни 1 жұмыртқаға жарты стакан сүт, жарты стакан ұнды қосып дайындайсыздар. Сол сіздерге жеткілікті болады. Мен бұл жерде 2 капустаға көбейтіп жасадым. Ал енді біздің капусталарымыз міне 10 минут болды, осылай қайнап жатыр екен. Енді жаймен осы капусталарымызды сүзіп аламыз. Капусталарымызды бірден душылыққа салып, суын сырғытамыз, сонан соң барып, бөлме температурасына дейін суыған күтесіздер. Ал енді осы капусталарымызды қуыруды бастаймыз. Ол үшін алдын ала осылай газға тапаққа кішкене май құйып, жақсылап қыздырып алыңыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай капусталарымызды шетінен осы клярдың ішіне салып, жақсылап барлық шетіне клярымыз тиіп тұратындай етіп малып аламыз, араластырып. Енді шетінен осы капусталарымызды алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Барлық шеті тиіп тұратындай етіп қуырып алыңыздар. Шамамен бізге әр бетіне 2-3 минуттай кетеді. Қызарғанша қуырып аласыздар. Міне шамалы уақыттан соң келесі бетіне аударып аламыз. Осылайша тимей қалған жерлерінің барлығын аударып, май барлық жеріне тиетіндей етіп қуырып алыңыздар. Міне біздің капустамыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шықты. Бұл цветная капустаны сіздер ассортидің қасына қойсаңыздар да болады, немесе гарнир ретінде ұсынсаңыздар да болады. Достар, егер видео ұнаған болса, видео астына лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.